Норильск қаласы. Арктикалық шеңбердің ішінде мәңгі тоң мен көмір шаңы арасында орналасқан бұл қалада күн жылына 2 ай ғана көрінеді. 13 жасар Артем осы қаланың шеткі шағын ауданында тұрады. Оның әкесі шахтада жұмыс істейді, анасы мектепте кітапханашы. Артем футболды жақсы көреді, бірақ алаңның орнына өзеннің мұздаған бетінде ойнайды. Бір күні кешке, сағат 11:30-да ол үйіне қайтып келе жатып, әдеттен тыс бір нәрсені байқайды. Қаланың солтүстік жағындағы көлден су көтеріле бастайды. Бұл мамыр айы, қар енді ғана ери бастаған. Артем бұған мән бермейді. Үйге кіріп тамақтанып ұйықтайды. Түнгі 12-ге 5 минут қалғанда ол терезеден үлкен гүріл естиді. Ол төсектен секіріп түсіп терезеге жақындайды. Сыртта қараңғы су көшені басып келе жатыр. Бұл еріген қар емес, кенеттен пайда болған толқын. Артем айғайлап ата-анасын оятады, бірақ ешкім үлгермейді. Су үйді сүзіп алып келеді. Артем суықтың астында дем ала алмай есінен танады. Сосын көзін ашады. Төсекте жатыр. Сағат түнгі 11:55. Бірінші рет. Ол не болғанын түсінбейді. Қайтадан төсекке жатып ұйықтайды. 12-де су қайта келеді. Бұл жолы Артем жүгіріп шығып көршілердің есігін қағады. Бірақ оған ешкім сенбейді. Бала түнде шулама, дейді бір кісі. Су келіп Артемді қайта алып кетеді. Қайта оянады. Тағы да сол күн. Екінші рет. Артем ойланады, мен уақыт циклінде тұрмын. Әр түнгі 12-де су тасқыны болады да, мен өлемін де қайта тірілемін. Бірақ неге? Күндіз ол мектепте сабақ оқиды, бірақ миы басқа нәрсемен толы. Ол интернетте Норильскідегі су қоймалары, бөгеттер, климат туралы ақпарат іздейді. Ештеңе таппайды. Үшінші күні, үшінші циклде ол ата-анасына бәрін айтып береді. Анасы оның маңдайын сипап, балам түс көргенсің дейді. Әкесі күліп, ертең полицияға барамыз, сенің басың ауырып тұр дейді. Түнде Артем жалғыз өзі бөгетке жүгіреді. Бірақ жолда су оны қуып жетіп қайта өлтіреді. Төртінші күні, төртінші циклде Артем әрекетін өзгертеді. Ол ешкімге ештеңе айтпайды. Күндіз ол еріген қардың ағысын, жергілікті су каналдарын зерттейді. Түске таман ол мектептің география мұғалімі Надежда Ивановнаға келіп, Норильскідегі су жүйесінің картасын беріңізші дейді. Мұғалім оған картаны береді. Артем картаны кешке дейін зерттеп, су тасқынының басталатын нақты нүктесін табады. Қаланың солтүстігіндегі ескі тоған. Ол бірнеше жылдан бері тазартылмаған. Сол тоғанның астында зауыттың қалдық су құбыры бар. Егер құбыр жарылса, бүкіл су төменге қарай ағып қаланы басып қалады. Бірақ ол тоғанға жету үшін 40 минут керек. Ал су сағат 12-де басталады. Ол 8:30-да үйден шығып тоғанға сығады. Аспан қараңғы, жел күшті. Ол ескі тоғанның жанына келіп құбырдың жарылғанын көреді. Қолымен бір нәрсемен бекітпек болады, бірақ күші жетпейді. Сағат 12-де су оны қайта алып кетеді. 5-ші күні. Артем оянғанда оның басы айқын, ойы мөлдір. Ол енді тек бөгетті бекіту емес, бүкіл қаланы біріктіру керектігін түсінеді. Су тасқыны кездейсоқ емес. Бұл ескі зауыттың құбырының жарылуы. Бірақ мен бір адам ештеңе істей алмаймын. Сондықтан мен бүгін адамдардың сенімін өзгертуім керек деп шешеді. Таңертең Артем мектепке бармайды. Ол алдымен ата-анасына бүкіл ақиқатты айтады. Бұл жолы олар қарапайым сөзбен емес, карталармен, схемалармен дәлел келтіреді. Әкесі бірнеше рет ойланып, егер бұл шын болса, біз шахтаның инженерлерін шақыруымыз керек дейді. Анасы, мен мектепке хабарласып, басқа ата-аналарға ескертемін дейді. Сол күні түскі таман Артемнің үйіне оның сыныптас досы Денис келеді. Денис басқа балалардан бөлек Артемге әрқашан сенеді. Олар бірге футбол ойнайды. Артем оған бәрін түсіндіреді. Денис, мен сенемін. Не істеу керек? дейді. Артем, біз бөліп жұмыс істеуіміз керек. Сен мектептегі балаларды жинап, олардың ата-аналарына хабарла. Мен инженерлерге барамын дейді. Сағат 2-де Артем әкесімен бірге шахтаның инженерлік бөліміне келеді. Инженерлер басында оған күледі. Бірақ әкесі қатты сөйлеп, мен 20 жыл шахтада жұмыс істеймін. Менің ұлым ешқашан өтірік айтқан емес.
Біз әлі де су схемаларын тексеруіміз керек дейді. Инженерлер картаны қарап, ескі тоғанның жанындағы құбырдың авариялық жағдайда екенін растайды. Олар дереу құрылыс бригадасын жинайды. Сағат 4-те Артем мектепке барады. Надежда Ивановна оның айтқанын тыңдап, бүкіл сыныпты жинайды. Ол балаларға бүгін түнде су тасқыны болуы мүмкін. Біз дайын болуымыз керек. Әркім өз отбасына хабарласын, көршілеріне айтсын. Біз бірге бөгетті нығайтамыз дейді. Сағат 6-да қаланың оңтүстік бөлігінде еріктілер штабы құрылады. Көп адам келеді: шаштарашылар, сатушылар, жүргізушілер. Тіпті полиция мен өрт сөндірушілер де келіп көмектесуге дайын екендерін айтады. Артем картаны алып, адамдарға қалай бөлінетінін түсіндіреді. Олар ең төменгі аудандардағы адамдарды Обе қалашығы, Заполярный көшесі, биік жерлерге көшіреді. Екінші топ бөгет. Олар инженерлермен бірге тоғанның жанына барып құбырды бекітеді. Үшінші топ балалар мен қарттарды құтқару. Олар үйлерді аралап, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды тасымалдайды. Адамдар Артемнің сенімді даусына, нақты есептеулеріне сеніп бірге бастайды. Кешкі сағат 8-де бірінші топ жұмысқа кіріседі. Олар автобустар мен адамдарды биік тұрғын үйлерге көшіреді. Кейбір кәрі адамдар кеткісі келмейді. Олар: біз мұнда 40 жыл тұрамыз, ешқашан су тасқыны болған емес дейді. Бірақ көршілері оларды көндіреді. Сағат 9-да екінші топ инженерлермен бірге тоғанға жетеді. Олар құбырдың жарылғанын көреді. Инженерлер арнайы қысқыштар мен жарықшақты бекітеді. Бірақ 1 сағат жұмыс істегеннен кейін олар құбырдың басқа жерінен тағы су аға бастағанын байқайды. Бұл ескірген жүйенің басқа да ақаулары бар екенін білдіреді. Инженер бригадирі Виктор Петрович айғайлайды: бізге көмек керек. Көбірек адам, көбірек қысқыш. Артем бұл хабарды алып, үшінші топтың бір бөлігін тоғанға жібереді. Қараңғыда адамдар шамдармен жұмыс істейді. Біреулер құм салады, біреулер металл тіреуіштерді бекітеді. Сағат 11-де су тағы да көтеріле бастайды. Бірақ олар әлі толық бекітпеді. Енді уақыт жоқ. Артем ортада тұрып бүкіл адамдарға бұрылады: мен бұл күнді 5 рет өткердім. Әр жолы өліп қайта тірілдім. Бірақ бүгін мен жалғыз емеспін. Бүгін біз біргеміз. Тағы 10 минут. Тек 10 минут. Біз бәрін жасай аламыз. Адамдар оның сөзін естіп еңбек ете береді. Жас жігіттер суға түсіп қысқыштарды ұстайды. Әйелдер суық шақта келіп ыстық шай тасымалдайды. Балалар ата-аналарына көмектеседі. Ешкім үйіне қайтпайды. Сағат 11:55-те құбыр толығымен бекітіледі. Су ағыны тоқтайды. Инженерлер тағы бір рет тексереді: жабылды. Енді су көтерілмейді. Артем тыныс алып сағатқа қарайды. 12-ге 3 минут қалды. Ол күтеді. Сағат 12-де ештеңе болмайды. Ешқандай су, ешқандай толқын. Қала тыныш. Аспан ашық. Тек адамдардың қуанған дауысы. Олар Артемді көтеріп алып, құтқарушы деп айғайлайды. Артемнің көзіне жас алады. Ол циклден шықты. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Ол адамдардың жүздеріне қарап, олардың бәрі бір-бірімен құшақтасып, ризашылық білдіріп жатқанын көреді. Артем үйіне келеді. Ата-анасы оны құшақтайды. Анасы: сен ерлік жасадың, балам. Бірақ мен сені жоғалтқым келмейді дейді. Артем күлімсіреп: мен енді ешқайда кетпеймін. Бірақ менің басымда бұрынғы циклдердің барлық естелігі сақталған. Бірінші күні ешкім сенбеді. Екінші күні тек өзім қаштым. Үшінші күні ата-анам айттым, бірақ олар түсінбеді. Төртінші күні жалғыз өзім жаруға тырыстым, өлдім. Бесінші күні бәрі бірікті. Уақыт тек қайталанбайды, ол әрекетіме жауап береді. Мен адамдардың сенімін өзгерттім. Сол үшін біз жеңдік дейді. Кейін Артем туралы аңыздар тарайды. Қалада оны сағат түнгі 12-нің баласы деп атайды. Ол бәріне айтады: уақытты өзгерттің келсе, жалғыз әрекет етпе. Айналаңдағыларды біріктір. Жүйені өзгерт. Сонда тіпті тағдырдың өзі қайта жазылады. Бүгінде Норильск қаласында сол түн еске алынады. Әр жылы 15 мамырда адамдар орталық алаңға жиналып, өзара көмек күнін тойлайды. Ал Артем ешқашан батыр атанып мақтанбайды.
Тек кейде кешке шығып қараңғы аспанға қарап, 5-ші ретте мен түсіндім, цикл дегеніміз сынақ емес, мүмкіндік. Өміріңді өзгертуге берілген 2-ші, 3-ші, 4-ші мүмкіндік. Ал 5-шісі ең маңыздысы, өйткені ол соңғы дейді.